Ассалаумағалейкум, құрметті біздің құр подкасттың тұрақты көрермендері. Бізде кезекті шығарылым. Маңызды қонақ, ауданымыз үшін маңызды адам. Құрманғазы ауданының әкімі Абат Сайфоллаұлы. Қош келдіңіз аға. Біздің бүгінгі бағдарламамызға шақырту берген кезде келіскеніңізге біз қатты қуанып қалдық. Шынымен де қатты қуандық. Кәдімгідей қуанып қалдық. Сіз де біздің сөзімізді балалардың тірлігі екен, жастардың ісі екен деп елемей қарамай, бізге уақыт бөліп, қолдап келгеніңізге шын жүрегімізбен алғыс айтамыз. Қатты қуандық, шыны керек. Қош келдіңіз. Сізге енді кел деген кезде мен бара алмаймын, қолым тимейді, уақытым жоқ десеңіз де біз сізге ештеңе істей алмаймыз, былай қарасаң. Көп болса сыртыңызда әңгімелейтін болармыз десең. Ойнап айтамын. Қош келдіңіз аға. Бұл енді сіздің қарапайымдылығыңыздың шыңы деп түсіндік, шыны керек. Жастармен бірге. Бағдарлама еркін форматта, камера барлығына үйренген шығарсыз камераға. Қазір халық сіздерді көрсе камерасын алып шабатын болды. Камераға қарап сөйлей үйренген барсыз. Менің сұрағым өте көп. Білгім келетін. Көкейтесіз сұрақтар. Қоя беріңіз, сол сіздердің сұрақтарына жауап берейін деп әңгімелесейін деп келдік қой енді. Енді артыңызда халық тұр деп ойлаңыз. Біздің бағдарлама еркін форматта өтеді. Енді бағдарламамыздың бағытына көшпес бұрын бір-екі мәселелер бар. Соған тоқталып алайық. Иә. Мен сізге қазір 3 вариант ұсынамын. Соның біреуін таңдайсыз. Ол қалай? Қазір мына сұхбат барысында сіздің есіміңізді атау керек болады. Сол кезде Абат Сайфоллаұлы деп отчествомен айтқан дұрыс па? Бұл бірінші вариант. Екінші вариант Әбеке. Үшінші вариант жай ғана аға. Қалай ыңғайлы? Өздеріңізге қалай ыңғайлы? Менде маған негізі аға деген жақсы сияқты болып тұр. Аға деген более бізді жақындататын сияқты. Өздеріңізге қалай ыңғайлы? Сол Маған да аға деген жақын болып тұр. Әбеке болсын, аға болсын. Басын ашып келіп алайық деп жатқаным ғой. Әбеке болсын, аға болсын, маған бәрібір. Иә, болды онда. Керемет. Маған Риятжан деп қойсаңыз болады. Мынау Аманжан, анау Алтынбекжан. Осы бағдарламаның тұрақты жүргізушіміз. Бұл бірінші мәселе. Енді екінші мәселе, біздің подкастымызға келген қонақтар өзімен бірге сыйлығын ала келеді. Бізге енді көп сыйлықтың қажеті жоқ. Үшеумізге ауданнан бір 10 соттықтан жер болса ойнап айтамын. Бізге сіздің келгеніңіздің өзі сыйлық болды. Үлкен сыйлық. Бұл неге деп жатырмын? Біздің подкастымызды мына кейбір қарамайтын көрермендер сіз келгеннен кейін біздің қаралымыз одан да 2 есе 3 есеге көбейетініне сенім мол. Өйткені Фейсбуктағы көрермендер де бізге келеді. Көбейсін. Сол біздің ең басты үлкен сыйлығымыз көрермендердің бізге көп жиналуы. Бұл біз үшін үлкен сыйлық. Ал енді алғашқы сұрақты мен бастай берейін, иә? Жалпы халықтың арасында, адамдардың арасында бізде өзімізде пендеміз, айтып қоямыз. Мен әкім болсам бүйтетін едім, әкім болсам сөйтетін едім, қыратын едім, жоятын едім деген сияқты әңгімелерді айтамыз негізі. Бірақ мен өз басымда миыма әкім болу деген ой вообще кіріп көрмепті. Негізі әкелерге келеді ғой әкімдерге қарағанда. Білмеймін, мен өзім ойыма вообще әкім болсам ғой деген ой да келмепті. Мен ана ойдың өзін көтере алмайтын сияқтымын. Не только что әкім болуда сізге жауапкершілікті білесіз. Оның жауапкершілігі енді өте үлкен ғой, ауызбен айта береміз. Енді ол әкім болу жалпы бала кезіңізден арман болды ма, әлде бір мақсат деп айтамыз ба? Жалпы мемлекеттік қызметке қалай келдіңіз? Әкім болу ойыңызға қайдан келді? Қайырлы кеш, құр подкаст көрермендері. Риятжанның сұрағын қойып жатсыз. Мен 99 жылы сол тоқыраудың кезі. Енді ол кезде диплом алып келген кезіміз, семьямыз бар, жолдасымыз үйленген. Соған осында бір шаруашылықта, шаруа қожалығында технолог болып жұмыс жасадым. Қойдың терісін өңдейтін шаруа тон цехында. Сол жүрген кезімізде сол бір ағамыз, сен жоғарғы дипломың бар ғой, неге жұмысқа кірмейсің, дұрыс жұмысқа деген ұсыныс берді. Ол кезде қазірде интернет жоқ. Енді ол кезде қазір мемлекеттік қызметке тест тапсыру барып қағазбен тапсыратын болды. Қазір интернет жоқ, мына көршіміз болды, Каспий елемес деген кісі. Сосын
ауылда Салауат деген ағамыз болды, әкеміздің немере ағасы. Солардың үйінде подшипка газет болды, сол Егемен Қазақстаннан сол заңдарды оқып, сол 2000 жыл бастап осы мемлекеттік қызметке келдім. Ол кезде әкім болам деген ойымыз болған жоқ. Сол 11 жыл жасап, Атырауға ауыстық, облыстық мекемеге. Одан Астанаға бардық. Негізі мен ауыл шаруашылық маманымын, негізгі мамандығым. естуіміз бар. Соны жүрген кезде, осы Астанада жүрген кезде сол осылай ұсыныс келіп, жаңа қазақта айтады ғой, кіндік қанын тамға жерге маңдайында тері даму керек деп. Сол ойынша енді өзге елде сұлтан болғанша өз елінде ұлтан бол деген ұстаныммен ауданға келіп, осы туған жерімізге, елімізге бір теріміз төгейік, жұмыс жасайық деп келдік. Осы Бәрекелді. әкім болам деген мен ешқандай ол кезде ойымда болған жоқ. Иә. Реалдықтан. Дұрыс. Тағдыр айдап келген болған болып тұр ғой ағамыз. Ол айтады ғой, жаңағы басшысына әкімді біз жағдаймен тағдыр таңдайды деп. Енді тағдырымызға осылай жазылған болар, аудан өзіміздің туған ауданға әкім болу деп. Ол мен үшін бір бақ, сынақ. Осы жұмысты абыройлы атқару үшін өзіме де, ата-анама да сынақ деп ойлаймын. Осылай абыройлы атқаруға тиістімін деп. Сол сынақтан сүрінбей өтуге. Аман жүруіңізге тілектеспіз әрине. Рахмет. Мәңгі бақи қалсаңыз. Енді Абат аға, мен негізі алдыңызда көп сахнада жүрем. Құрметті көрермендерде, жалпы Құрманғазы жұртшылығы да, жалпы Атырау облысының адамдары да сізді әкім ретінде біледі. Бірақ өзіңіздің жеке өміріңіз туралы шерте кетсеңіз, отбасыңыз туралы, ұл қыздарыңыз туралы, оны ешкім біле бермейді. Осы бізде эксклюзив жаңалық болсын бүгін бізде. Өзіңіз айта кетсеңіз ұл қыздарыңыз туралы, оқуларының білімі туралы. Ол бізге өте қызықты. Жолдасым Назгүл, осы біз енді 2011-де облысқа ауысқан кезде де, Атырауда жүріп, 20-шы жыл Астанаға ауысқан кезде де мен жанұяммен бірге жүрем. Барған жеріме әр кеткенде 20 күн, бір 25 күн, одан артыққа мен жолдасымызбен бірге жүреміз. Енді қазір енді ұлым үлкен 25-те, 99 жылғы ол енді мемлекеттік қызметте жасамайды. Астана қаласында жаңа самұрық мекемесінде жұмыс жасап жатыр. Екінші ұлым 2000 жылғы, ол енді осы биыл келінді болдық, үйленді. Ол енді жеке кәсіпкер, кәсіпкерлікпен айналысады. Одан кейін қызым бар, қазір екінші курста оқиды. Үлкен ұлым Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университетін бітірді, заңгер мамандығымен. Екінші ұлым да осы жаңа инженер KPI дейді ғой, факультет информационный технология, сол Гумилевтен бітірді, жаңа Еуразиялық ұлттық университеттің. Қызым да қазір сол Еуразиялық ұлттық университеттің екінші курс студенті, жаңа архитектор, проект бағытында оқып жатыр. Төртінші кенже ұлымыз 7-ші класста оқиды. Жолдасым енді мамандығы мектепке дейінгі ұйымдарда жаңа тәрбиеші мамандығымен. Ол кісі енді өзім енді біздің кезімізде жаңа не болды ғой, жаңа 3-ші курста үйлену деген бір ауылға келсек қыз таба алмайтындай, сол Батыс Қазақстан облысының қызы 3-ші курста үйленіп, отау құрдық, студенттік өмір өтті екеуміз бірге. Сол 99 жыл жаңа үлкен дүниеге келгеннен кейін бастап, сол кезде менің анам кәсіпкерлікпен айналысып жүрді. Ол кезде Алматыдан киім тасу болды ғой. Жолдасым сол анам кәсібін берді, сол қазір кәсіпкерлікпен айналысады жолдасым. Мамандықпен жұмыс жасаған жоқ, сол әлі күнге шейін сол кәсіпкерлікпен айналысып, кәсіпкер қаншайым болып жүр қазір. Осы ауылда бірге тұрамыз. Балаларым Астанада. Енді қазақ әрқашан ру сұраған халықпыз ғой. Мен білмеймін, менің руым сіздерге, құрметті көрермендер, қызық емес шығар, бірақ Абат ағаның руы сіздерге қызық болғаны анық. Аға, руыңыз қандай? Мен руым Төленгіт, нағашым Шеркеш, қайын жұртым Сасай Байбақты. Осындай рулар мен. Туысқандарыңыз жоқ па екен араларыңызда? Сіздердің нағашыларыңыз отыр. Сіздің нағашыңыз болып отыр. Сіздің Жақындыққа қарай тартамыз ба? соған кетіп бара жатыр ма? Негізі Төлеңгіттер маған құда болып тұр. Негізі әр қазақ бір-біріне туысқан, бауыр. Абат аға мен туысқаным. Иә, туысқан. Иә, бірақ кейбір адамдар оны бір басқаша пайдаланып жатады да. Бірақ енді ру сұраған халықпыз ғой, руымызды біліп отыр.
Біздің подкаст андай ғой, адамдар да келіп әңгімелерін болған оқиғаны жыртып кетеді. Құр болып кетпесін деп просто айтып барадық, өзіміз идея тастап барадық. Солай аудан әкімін шақырып көрмейміз. Өзің білесің, мен жастардың ортасында бәрінде жүре беремін. Иә, мен білемін ғой сізді, мына екеуі сізді білмейтін болар. Қалай сізді енді сізбен бір сүйіндікке талай бардық. Мен шын айтайын ба, бір Ауат ағаның өте қарапайымдылығын айтайын ба сіздерге? Қарашы, Ауат аға айта береді ғой да. Аға деп келсін. Аға деп келістік. Сон біз келаттық, неден шарадан келаттық, Азғыр өңірінен келаттық. Біздің жаңа не батып қалды, машина батып қалды. Келіп тоқтады. Біздер екілең ер балдар ғой. Ана әйел адамдар отырған машина батып қалды. Соны бәріміз жүріп бірге итерісіп, бізбен бірге ойлашы. Бізбен бірге біз сияқты киініп кроссовкамен. Сосын ит жерді тарс кетіп жатсақ, ит жейсіңдер ма деді ғой. Именно маған айтты, балалар мен отыр. Аш емессіңдер ма деді да. Түрің аянышты топ көрінген. Біз аянышты топ көрінген. Өзінің бірге киіндер, ашып қалмаңдар. Еще біздің машиналар қалып қойды. Давай сүйреп кетейік деп бар ғой, қазір. Ондай әкім көрдіңдер ме сендер вообще туғалы. Аман жоқ, ол келіп жатқанда сендердің бір машиналарың жолда тұрды ғой. Сосын мен ойладым, тұрып қалып жаяу келді ма, не болды деп, ол жерде ол жолда жүргенде, қырда жүргенде, ол дала жүргенде ол әкім, ол қара, ол сынақ қой адамға. бәрі бірдей деп ойлаймын ол. Жалпы кімнің кім екенін жол көрсетеді, сапар көрсетеді дейді ғой. Кімнің кім екенін білгің келсе, сапарға шық дейді ғой. Сахнадағы Ауат ағаны көреміз ғой. Менің ғой сізге постоянно микрофон қойып жүретін білесіз. Дауыс шығаратын мен ғой да звуктың деші. Ауат ағаны көрдім деймін да. Қарапайым Ауат ағаны көрдім. Өмірдегі Ауат ағаны көрдіңіз. Так, жігіттер, әкім болғанда да көп мақтап бірдеңе сұрайын отқан жоқсыңдар ма? Жоқ, ондай емес. Артандайға кетіп қалмасын. Көрермендер де қате түсініп қалмасын. Ондай емес. Түсінікті. Қандай екен айтып Иә, дұрыс. Тақырыпты ашып, болған ситуацияны бар деп жағдайды айтып отқаны ғой. Иә, дұрыс. Ары қарай жалғастырамыз. Жалпы өз елімнің басшысы болмасам да сайының тасы болайын деген қазақтың сөзі бар. Бірақ әділ басшы болсаң ағайыныңа жақпайсың, әділетсіз басшы болсаң халқыңа жақпайсың деген тағы бар. Оның астарында мән мағына өте көп. Жалпы сіз әкім болған кезде туған туыс, дос жаран дегендер біздің Аватжан әкім болды деп қуанған шығар енді. О, анық қой енді. Мынау енді айтайын деген, қойайын деген сұрағым мынада болып тұр. Таныс көп жерде, ағайын туыс, дос жаранның ортасында, яғни туған жерде әкім болған қандай екен? Туған жерде әкім болғанның жақсы жағы да бар, қиын жағы да бар. Вот соны ашып айтып кетіп. Ең бірінші ағайын тума бар. Мен осы ауылда өстім, достарым бар. Біздің кезімде класстас деген термин болды, қазір сынып деп айтады ғой. Класстарымыз болды. Бірақ мен ешқандай бірде бір ағайыным ондай маған жаңағыдай қызмет сұрап, лауазым сұрап келген жоқ. Мен енді 2011 жылдан бастап сол басшылық лауазымда келе жатыр. Мен айналама ағайын тартқан адам емеспін. Мен ағайынға көмектескенше, ол мен ағайын жағдайын да білем, қандай жұмыс жасайтынын да білем. Ол мен одан да жаңағыдай жоқ жетік, жаңағыдай бір жұмысқа кіре алмай жүрген жігіттерге көп көмектестім. Енді класстастарыма келетін болсам, класстарымда ол келгеннен кейін қонаққа шақырып барып, класстарым ішінде сен жоқта да біз жүрдік осы жұмыста, сен келгенде жүреміз, сен кеткенде жүреміз, сен тек бізге осылай қонаққа шақырғанда арамызда келіп жүрсең болды, біз саған ештеңе керек емес деді. Мен ең бірінші ол келгендегі ойлап келгенім негізі сол болды. Класстас, дос, жора, жолдас, ағайын, туыс, құда, жекжат, енді бәріміз осы сияқтамыз ғой. Бірақ мен ешқайсысы сондай келген жоқ. Иә, кейбір адамдар келеді, қабылдауға, оның барлығы да өзінің жаңағыдай кезегіне тұрып қабылдайтын. Енді мен өзімнің әр айдың соңғы сәрсенбісі қабылдау күндерім соған жазылып, соның өзінің қабылдауына келіп жүргендер болды. Ол енді әртүрлі мәселелер бар, сол бойынша келеді. Мен ағайынға, туысқанға ондай айналама жинамайтын адаммын. Мен енді жанұяда апам, інім бар, басқа да немере ағайындарым бар, бірақ мемлекеттік қызметте мен айналамда туысқаным жоқ.
мен жасаған жерде де мына әкімшіліктің ішінде де мен бір келіп қуанғаным осы әйтеуір ауданда әкімшіліктің ішінде мен бірде бір ағайын болмағанына қуандым мен келген кезде. Қызықты. Келген кезде ол ағайын жасап жүрсе ол ағайынды жұмыстан шығаруға тура келетін еді. Ол ағайынмен сол кезде мен арыз болатын едім. Иә. Қазір жасамайды ешкім. Ол енді келіншегім Марат кәсіпкер, осында айналысады, біреуің білесің барсыздар енді осы. Иә. Енді туғандарым жоқ мен мемлекеттік қызметте жүрген. Түсінікті аға. Енді аға мен бір сұрағым, өзіңіз айтасыз, жаңа сөзіңіздің басында айттыңыз, бақ пен сордың ортасында жүрмін дедіңіз. Әрқашан жіті назардасыз, орталықтасыз. Халық, тек қана халық емес, және де біздер мәдениет қызметкерлері, мемлекеттік қызметкерлердің бір көз айнасы болып әрқашан жарқырап жүресіз. Енді менің өзімнің ойым, сондай болып жүрудің бір құпиясы неде? Сізге қиындық тудырмай ма? Мысалға мен бір жігіттер қызық оқиға айтып берейін. 2018 жылы экспо ашылғаннан кейін, бір жылдан кейін біздер концертпен Астанаға барғанбыз. Сөйтіп Астанаға барған кезде енді мысалға біз Абат ағаны қалай күтеміз, сол сияқты анау президентті де солай күтеді ғой, білесіздер ғой. Мысалы ол кезде Қасым-Жомарт Кемелевич енді келіп жатқан кез болу керек. Сол кезде қатты күткенбіз. Сол кезде енді сіздерге айтайын, сахна оркестр полный отыр. Келеді, қазір келеді мен отырмыз. 20-15 минут өтті. Бір заманда қара көліктер келді. Енді ол ешкімге танысқа да емес, бәрі біледі. Келді да біздің еліміздің басшысы түсті, келді, отырды. Оркестр хабарланусыз, енді білесіздер ғой, формально ғой, хабарланусыз оркестр ойнап кетті. Бір шығарманы ойнағаннан кейін екінші шығармаға келген кезде орнынан тұрды да қолын былғады халыққа. Екінші шығармаға келген кезде кейін қарай қайтып ойнады. Жаңағы тек қана хабарлаусыз, тек қана ешқандай ештеңе айтқан жоқ, тек қана хабарлаусыз, тағы шығарма ойнады, әлі отырды ол кісі. Сонда ғана елбасымыз келе жатыр деген кездегі қысым сонда бір қатты болған еді да. Сонда 3 шығармадан кейін ол кісі кетіп қалды. Сол кезде өзіміз қалғанымыз бар еді. Сіз соңына дейін отырасыз біздің шараның. Шараларға келген кездегі бір өзіңіздің ішкі жан дүниеңізбен бөлісе кетсеңіз, біздің жұмыс, жалпы мәдениеттің жұмысы сізге қалай ұнайды ма? Мысалға Қасым-Жомарт Кемелұлы мен білем, өте саясаткер, кемел адам екенін. Бірақ енді адам әртүрлі ғой. Мысалға сізге ұнауы мүмкін концерт, сізге ұнамауы мүмкін. Маған ұнауы мүмкін деген сияқты ғой. Сол сияқты біздің шараларымыз, мәдениет үйінің шаралары сізге қандай өміріңізге әсер келтіріп, және де бізде осы күнделікті болып жатырған марапаттаулар мен мерекелер қандай әсерін келтіріп жатыр. Бірақ еңбектің еленгені әрине жақсы, бірақ кейде бір менің өзімнің ойым, көп шараларды жүргізіп жүрем, бір кейде бір мәнсіз мерекелер де болып қалады сияқты біздің арамызда. Сол да қызықты болып тұр. Мүмкін аудан тұрғындарына қызықты шығар ол нәрсе. Ол бойынша мерекелер бойынша айтып өтейін. Енді бұрын мен әкімдік лауазымы осы бірінші рет қой. Негізі адамды қалай көресің, мен өзімді қалай көремін, адамды солай көремін. Қарапайым. Ол әкім бол, қара бол, кім болса да мен ол адам алдына келген. Ол жаңағы кейбір мәнсіз мерекелерді айтып жатсыз. Өткенде мен осы Орал ауылында тұрғындармен кездесуге барғанда Матаев Теміржан деген ағамыз жиналыстан кейін жол жаңағы мен тұрғындармен кездескеннен кейін жеке қабылдау өткіземін ғой. Сонда келіп, енді сіздер ол кезде білесіздер ме, білмейсіздер ме, жаңағы Ракоп деген мекеме болды бұрын, Сельпо деген мекемелер болды. Мына совхоздарды, ол кезде кеңес одағы кезінде совхоздарды жаңағыдай тағаммен, жаңағы дүние мүлікпен, киіммен қамтамасыз етіп тұр. Жаңағы мысалы үшін сіздер білсеңіздер, шағала деп егемендік алмағанға дейінгі нәрсе, оны түсінемін. Потребсоюз деген болды, егемен алған кездер. Мысалы шағала деген дүкен бар бізде, мысалы сол жерлерде сол осы күндері біздер еленбей жүрміз. Сол біздер кезінде жаңағы совхоздарды сондай қамтамасыз еттік қой деп, енді шопандарға автолакқа барады деген әңгімелерді еститін боларсыздар. Мысалы сондай әңгімелерден мысалы ол әр мамандық болғасын, оның еленгені жақсы. Ол кісілер қазір зейнеткерлікке шықты, қазір ондай мамандық есі жоқ. Осы бұйыртса ертең осы 21-інде ауыл шаруашылық қызметкерлер күнін тойлайын деп отырмыз. Мен сол кісілердің еңбегін осы ауыл шаруашылық қызметкерлеріне қостық. Кейінде енді мал бағып жүрген малшыларға тамағын, жаңағыдай тағам, киім, басқа да заттарын, жаңағыдай тұрмыстық қажетті заттардың бәрін сол кездерде сол кісілер жеткізіп отырды. Ракоп, Сельпо деген мекемелер. Енді сіздердің шараларыңыз бойынша, сіздердің шараларыңыз маған ұнайды. Бізде енді өздеріңіз білесіздер, іште жаңағы менің орынбасарым бар, Амангелді Қайдарұлы.
және жаңағы зияда садуақасқызы бар. Кейбір жаңағы бастап келгенде шараларыңыз бір сарын болып жүрді негізі. Бастапқыда. Бастапқыда Иә, мен келген соны кезде. ойыңызды білейін деген ғой сіздің. Мен зияда садуақасқызы мен Амангелді Қайдарлан шақырып, мынау әр шара бір сарын ғой, кішкене былай өзгертпейсіздер ма деген ұсыныс болды да, одан кейін сіз шараларыңыз жақсы болып жүр қазір соңғы кездерде. Ол сіздердің шараларыңыз жақсы, ол мәдениет қызметкерлерінің ол еңбектері де бағаланады, ол әр кезде де әрқайсысы қай уақытта да. Мына сіздердің еңбектеріңіз бағаланғанын мен айтып өтейін. Мына былтыр ауданымыздың 95 жылдығы болды ғой. Иә. Ол Ачағас болатын жерде жаңағы сахнаны құрып, лед экран болып, өзім кейде түнде де барып кетіп қарап кеттім. Сол кезде осында жүрген бір ағамыз бар жаңағы. Қазір Бақташы ма жүрген ағамыз бар ғой мына. Ақылбек аға. Ақылшаға дейміз өзіміз. Осы бір кісі бар ғой, Сашка ма еді? Сашка, иә. Сол кісі күн-түн сол жерде жүрді. Сосын былтыр сол осы марапаттардың кезінде мен Зияда Садуақасына айтқам, ең басында жүрген қарапайым адамдар қалып қоймасын деп. Соны біздер енді өзім тарапынан мен қай жерде жүргенде де еңбек адамдардың бағаланғанын жақсы көремін. Бәрекелді. Ол басшылар, басқалар, ол лауазымдар марапаттар болады ғой, алатын. Бірақ ең қарапайым жұмыс жасап жүрген адамдардың бағаланғанын жақсы көремін. Түсінікті. Сіздерге жұмыстарыңызға ризамын. Концертті көріп жүрміз, келіп жүрміз. Ол бәрі тамаша, жақсы. Рахмет аға. Соңына дейін көретініңіз бізді әрқашан қуантады. Шынымен де. Көп адам негізі соңына отырмайды. Мен тек қана біздің Құрманғазы ауданында емес, жалпы аудандарда болған Атырау облысының неше түрлі адам бар деген сияқты ғой. Басын жаңағыдай көреді де кетіп қалады. Сұрақты негізі Алтынбек дұрыс қойдың. Негізі қай жерде де болсын, бірінші ұлттың айнасы осы мәдениет қой. Иә. Өткенде Украинада соғыс болып жатыр, бірақ олар кино түсіріп жатыр. Сосын астына комментарий жазып жатыр. Мыналарда соғыс болып жатыр. Қалай кино түсіріп жатыр мыналарды? Ол мәдениет деген соғыс болсын, қай жер болсын, олардың қызметі, жұмысы ешқашан тоқтамайды деп. Иә. Біздің ұлттың алдында, елдің алдында жауапкершілігіміз өте көп екенін біз де сезінеміз. Сол себепті де сұрап жатқан ғой сізден. Ол тарихпен бірге қалады ғой мәдениет. Иә. Әрине. Енді бір қызық оқиғадан айтып отырсаңыздар, бастап өздеріңіз айтып, ағаға үлгі етіп көрсетіп жіберсеңіздер, ағамыздың да мен білмеймін, қызық оқиғалар көп сияқты менің ойымша. Өйткені қызық оқиға ол айтайын, енді мына студенттік кез біздер енді 94-98 ғой, біздің кезімізде 4 жыл туртай деген болды. Біз оқу орны Батыс Қазақстан аграрлық университетін бітірдім ғой. Сол кезде мен ауылдан Асхат деген группаласымыз бар. Сол ауылдан оған ет келеді. Ол Сүйіндіктің жігіті. Сол еттің ішінде конверт болады. Бізге керек ақша ғой, сол ет не деген неме жоқ. Нағашы апасының үйінде тұрды, Оралда. Келіп күтіп алдық. Өзі 6-шы микрорайон деген Оралда қаланың шеті болып, барып алып шығып, сәлемдеме беріп жүрген кісіден алып келіп, автобусқа келіп отырды. Осындай қыстың уақыты, осындай соғым уақыт. Екеуміз автобусқа келіп отырдық, ішінде конвертті қалтасына салды, шұңқыны осылай қойды. Өзі шетте отырмын, мен мына жағында отырмын. Екеуміз автобустан түскенімізде кетіп қалғанбыз. Ет бір соңғы солай қалды. Осы күндері самогонды ақшаны алдық, болды бізге керек. Ауылдан ет солай қалды, оны әлі күнге шейін айтып отырамыз. Ол түсіп кеткеннен кейін біздер басқа екінші маршрутқа мінеміз. Ол кезде қарны ашқан кезде еске түскен шығар ет. 6-шы микрорайоннан вокзалға келеміз. Вокзалдан түсіп, Пятерка дейтін бар, Сықиға жүретін, ол Сықи дейміз. Соны әбден мүмкін бір-екі остановка жүріп кеткеннен кейін барып ойымызға түсті. Барса ол автобус қозғалып кеткен, сол ет кетті, біреуге бұйырған болар. Түсінікті. Иә, Абат аға, келесі сұраққа өтейік. Мынау жалпы өзіңіздің қарамағыңызда 19 ауыл әкімі бар, және де бөлім басшылары бар. Олардың да жас ерекшеліктері де әртүрлі. Көбісі де тәжірибелі мамандар негізі. Жалпы сіз өзіңіз Совет үкіметі кезінде де көрдіңіз. Ескі Қазақстанда да көрдіңіз. Жаңа Қазақстанда да көріп жатсыз. Енді сұрақ, осы жаңа Қазақстанда басшы қандай болғаны дұрыс?
Сұрағың орнында мына айтып өтейін. Риятжан, енді мына жаңа Қазақстан деп айтып жатырмыз ғой, ең бастысы халық үніне құлақ асатын үкімет деген бар бізде. Мына қазіргі таңда мына әлеуметтік желінің, интернеттің дамыған заманы, енді бұрынғы замандарда тек қана кеңес одағы кезінде газет, телевизор бетінен көретін болса, халық, мысалы біздің бағамыз беретін халық қой. Округ әкімі болсын, мен болайын, бөлім басшылары болсын, халық үніне құлақ асатын үкімет, еститін үкімет дейтін бар. Ол бойынша қазір әкімнің немесе тағы басқаның жұмысын қазір әлеуметтік желіге 1 минуттық видео салған жарайды. Иә, Ол рас. қанша жерден жұмыс жасасаң да, ол бес саусақ бірдей емес. Кейбір жерде жұмыс жасап жатасың. Енді қазір заман талабы, халық бүгін және қазір болғанын қалайды. Бәрібір заттардың. Ол енді уақыт күттіретін заттар болады. Жаңағыдай құрылыс нысандары бар, басқасы бар. Жаңағыдай жобалық сметалық құжаттар жасақталады. Оның өзінің белгілі мерзімі бар. Одан кейін қаржы сұратылады. Біздер енді көбін облыстан қаржыландыратын мемлекетпіз ғой, мына ауданбыз ғой. Облыстан қаржылары келеді. Ол бойынша жаңағыдай жобалық сметалық құжаттар сараптамадан өту керек. Оның барлығы уақыт талап ететін. Ол бүгін және қазір бітетін жұмыс емес. Мен де сол округ әкімдеріне де, бөлім басшыларына да оның барлығын сол халықтың сұранысын қанағаттандыратын жұмыс жасауға талап етемін. Оның әр жас ерекшеліктер де бар, оның менен үлкені де бар, кішісі де бар. Ол жерде кейде халық жаңағыдай ананы жасалмай жатыр, мынаны жасалмай жатыр дейді. Оның барлығын бір уақытта жасау мүмкін емес жағдай, оны өздеріңіз де білесіздер. Ол ең бастысы қарапайым болып, сол халықты қабылдап, қандай деңгейде әкімдер болса да сұранысын, ұсынысын, пікірін тыңдап, сонымен құлақ асатын болса, ол жұмыс бәрі ойдағыдай болады деп ойлаймын. Түсінікті. Керемет. Өте жақсы. Толыққан жауабымды алдым. Рахмет. Жалпы енді жаңа әлеуметтік желі деп жатсыз ғой. Өзіңіз жалпы әлеуметтік желіде белсендісіз, де? Facebook ашық. Иә? Инстаграмнан көріп тұрамын ағамды. Иә, жалпы бір байқағаным, бұрын аудан әкіміне кезекке тұрып, оған кіру көп адамға арман болатын. Қабылдауына жазылу. Қиын болатын. Иә, қиын болатын. Жете алмай кеткенде адамдар бар шығар жалпы. Енді қазір мен енді біз сіздің сыртыңыздан байқаймыз, халықтың арасында жүргеннен кейін көбісі айтып жатады. Қазір тіпті оңай болды. Аудан әкімімен WhatsApp-пен де сөйлесетін жағдайға жеттік дейді. Телефонына тікелей шаруамызды айтатын жағдайға жеттік дейді. Өзіңізді сырттан байқап қалам. Бұлай кәдімгі гражданский киіммен жеңгемізді алып, ауылдарлап, магазиндерде өзіңіз жүреді екенсіз, сырттай болып қалдым. Емін-еркін. Халықпен бұл енді тығыз байланыс жұмыс жасау деп түсінем. Бірақ енді кейде шаршатпай ма осы нәрселер? Әркім өзінің сойылын соғып кетеді дегендей. Осы жерде қоса кетейінші, мысалға мен Абат аға ұйқымнан тұрамын да, шашым бір жағы тұрып тұрса да, дүкенге бара аламын. Ал сіз бара алмайсыз. Неге? Неге бара алмайсыз? Сондай ғой, көрдіңіз ба, ол потому что елдің адам лицо, личность деген нәрсе бар ғой. Мен ойымша сіз бара алмайсыз. Ол әрқашан әдемі болып жүру керек. Ал енді Абат ағаның жауабын тек сен ол кісінің орнына жауап беріп тұрдың, бара алмайсың деп. Сондай ма? Кешірім сұрайын, айтыңыз. Өзінің көзқарасым менің. Көзқарасын айтты. Facebook әлеуметтік желісінде енді мен бұрыннан бармын, енді Instagram, TikTok дегенде осында әкім болғаннан кейін келіп аштық. Енді мен де Facebook'та бұрыннан да телефоным ашық тұрды. Ол бұрын жұмыс жасаған жерімізде де осындай болды, жаңағыдай кейбір қызмет алушылардың неше түрлі сұрақтарын қоятын болды. Енді Instagram, TikTok'та да осы келгеннен кейін енді өздеріңіз білесіздер, бұған дейін Нұрлан Асқар Ноғаев облыс әкім болып тұрған кезде облыс бойынша барлық ауданның Telegram каналдары ашылды. Жаңалықтар жүргізілді. Ол осы ауданның, әр округтың, әр елді мекеннің тұрғындары сол Telegram каналда осы округтегі елді мекендерде кейбір жағдайлар бойынша да жазып жатады, кейбір сауалдарын қойып жатады. Сол енді Telegram каналда да бәрінде де ол өзім бәрінде бірдей таңертең кешке шейін әлеуметтік желіні қарап отырамын деп айта алмаймын. Ол жерде енді жұмысым бар, басқа бар.
көмекшілерім бар, олар да келіп қарайды, бірақ енді жауабын өзім беремін. Көмекшілерге айтамын, телеграм кей уақытта қарағанда мысалы бір округ бойынша сұрақтар туындап жатса, округ әкіміне айтыңдар, жауабын берсін деген ол көмекшілер бар, басқа да іште мамандар бар, соларға айтылып, әсіресе көбінде жүретін менің жаңағы көмекшім. Телеграмда осындай жүріп жатыр, осындай сауалдар қойылып жатыр деп. Барлығы ашық. Енді WhatsApp-пен ол енді ол бойынша да айтып өтейін. Енді кейбір бізде 60 пәтерлік деген бар мына жерде тұрған. Ол жерде тұрғындарында кейде жаңағыдай су болмай қалады, кейде жаңағы кәріз жүйесі алынбай қалады, олар енді жазады. Ақкөлде де кейде свет болмай қалады. Енді жел күні, қатты жел болған күндері. Біздерде ол Ақкөлде қазір электр желісі бойынша жұмыстар жүріп жатыр. Тағы да басқа жерлер бар. Барлығын мен бірдей қарап отыруға таңертеңге шейін мен әлеуметтік желіде отырмаймын. Бірақ әлеуметтік желіні өзім жүргіземін, өзім телефонда өзім саламын, жаңағы парақшам өзім жүргіземін оны. Бірақ кейбір материалдарын көмекшілерім дайындап береді. Енді дүкен бойынша дүкенге барамыз. Мен де осы ауылдың тұрғынымын. Мен халықтан ешқандай артықшылығым жоқ. Жолдасымыз екеуміз кейде осы былтырғы жылы ғой, Сафонда болған жағдай бойынша айтайын, енді барып екеуміз машинаны бір жерге округтың алдына бір жерге қоямын да, ауылдың ішінде жаяу жүреміз. Жолдасым енді бұл жақты көп білмейді. Мынау күшті ауыл ғой дейді, бірінші теңізге бардық, Сафонға бардық, Бірлікке бардық, ауылдың ішінде әсіп алып бар деп. Сосын дүкенге кіріп бірдеңе алатын болдық. Сол дүкенге кіріп алайын деп отқанда, енді ол кезде переводтар тоқтап қалған кездер болды ғой, Каспийдің перевод болмайды, наличкаге деп. Соны қарауға барып, бір жігіт танып қалды да, амандасып, сіз әкімсіз ғой дейді. Мында нағыш дейді, болмай ма дейді. Сатушы, қойшы, әкім жүрмейді ғой дейді. Сосын қандай перевод бар ма? Бар, перевод жасап жібердім. Сіз сұлсыз ба дейді. Сосын заттарымызды алып шығып кеттік. Соны бір күні Исландыға бардық, Изатәлікке бардық. Ауылдың бәрін көзбен көріп жүр, ол менің өзім міндетім. Округтың әкіміне немесе қарамағына сенбеушілік емес, өзім көзіммен көріп, ана жерім мынандай ғой, мына жерім мынандай ғой деп айтып отыр. Ол өзім жүреміз, ауылда да жүреміз. Кейде бас Ақкөлде кішкене жүріп жүргенбіз, өсегенде қалды. Бұрын Астана тұрғанда 10 мың шақ жүріп көретін, енді бұл уақытта Астанада 6:30-да жұмыстан шығасың да кетесің. Кейде отырып қалатын жағдайлары болады. Халықтың іштерлі күндіз қолым қосамайды, кешке қарай жаңағыдай газет, кітап оқитын, кейде отырып қалам, кейде жұмыстарда. Сол кездерде кей кездерде жүреміз, кей кездерде жүрілмей қалады. Мен де осы ауылда, мен де магазинге, дүкенге бәріне тікелей барам, алам, жүрем, ондай. Тегін беріп жүргендері жоқ. Бағасын түсіріп сіз келген енді магазиндерде, базарларда әкім жатыр десе бағаны түсіретін деп тұр ғой бізде. Жоқ. Дыңғызылда болды бір жағдай осындай, сол дүкенге QR қайда дегенде жоқ, Каспийге бар, народный жоқ деп. Мен айтамын, неге народныйда бәрін неге қоймайсыз, ол бәрі QR дейтін, телефоннан аласың да шығарып қоясың, кәсіпкердің өзінің несін, приложение қосымшасын жүктеп алса. Тұрсаң мен негізі, Дыңғызылда, Жыландыда сондай оқиға болды. Каспийдіктер, мен айтамын, народныймен төлеймін бар ма деп, жоқ. Сосын жақсы деп Каспиймен төлегенім болды. Кәсіпкерлер жалпы халықтың келіп тұрған проблемасын шешіп беру керек қой негізі. Мысалы, менде Каспийде ақша жоқ, народныйда болады. Сонда қалай төлеймін мен? Онда алынба ма? Сондай менде жағдай болды, сосын мен өзім народныйдан Каспийге жіберіп, сосын Каспиймен төледім, сосын айттым, телефонда кәсіпкерде енді телефонда қазір бәрі бар, қосымшасын жүктеп алса, ол жерден QR-ын шығарып, екеуін қатар қойса, соны QR-ын тұрса болды, халық үшін бәрі де. Дұрыс айтасыз. Жақсы емес пе сөйтіп жүрген? Сөйтіп жүріп әкім болған күшті емес пе де, суреттерден қарап. Өскесін мен де сондай боламын десе. Жалпы қараңыз, қарапайымдылығы да, ауылдың ішін аралап жүрсіз, елдің тығыз байланыстасыз, елдің халықтың ортасындасыз, біргесіз, самый главный. Енді Астанада, облыста басшылық қызмет атқардыңыз. Жалпы менталитет дейміз ғой, ол жақта да болдыңыз, өмір сүрдіңіз. Менталитет қой енді жалпы салыстыра келген кезде айырмашылығы бар ма? Барлық жақта да бір адамдар дейміз ғой, дейді тұрған менде. Біздің өңірдің адамдарын мен облыстың жаңағы Астана жақтың
адамдарының айырмашылығы байқадыңыз ба? біріншіден адамдардың бәрі бірдей ғой. Жаңа мен басында жаңа сұраққа тоқталып өтейін. Жаңа бала шағам бойынша сұрақ қойдым. Мен өзім сол 23 шілдесінде осында әкім болып тағайындалғаннан кейін енді кіші балам мектепте оқиды. Сол осы бірінші қыркүйектен бастап осында ауылға барасың, солай деп алып келдім. Кәдіргіде тұрамыз, көршілермен ойнап жүріп. Бір күні кешке келіп айтады: папа, мына жақта балалар қыдан басталатын балағат сөзді көп айтады екен, мен ауылға оқымайын дейді. 2011 жылы қалаға барғанда дүниеге келді. Жаңағы балабақшада бәрінде енді Атырауда жүріп барды, мектепте Атырау қаласында бастады. Қазір енді оқып жүр. Енді кішкене сол өзлері келіп қалды да, өзі баланың өзі андай айтқанда, мен бала жақсы ойланып тұр ғой деймін да, андай жерде. Осында бітірдім мектепті, мен де осылай оқыдым десем, баба, мен оқығым келмейді дейді. Ондай балағат сөз айтатындар, бізде ондай сыныпта балалар ешқандай балағат сөз айтпайды дейді. Сол енді мен үлкен кісіні айтып тұрғанда баланың көзқарасымен кішкене сондай жерлері бар да, ауылдың басқа халықтың бәрі бірдей, ол жерде ол қазір бұрынғы кездер енді ауылдың халқы мен қаланың халқында айырмашылық болатын болса, қазір екеуі де бірдей деп есептеймін. Қазір енді бұрында мысалы үшін айтқанда жаңағы ойында жаңағы басқалар мысалы қала барғанда көретін болсақ, қазір ауылда да барлығы бар мысалы. Қаламен бірдей тұрып жатыр қазір ауылдың халқының бәрі. Ақпарат барлығымызға бірдей келіп жатыр. Әлеуметтік желі бар. Сол кішкене баланың айтқаны сол келіп қалды. Сол жер болмаса басқасында мен оны қазір оқып жатыр бәрі да. Жоқ, жалпы қазір біздің аудандар арасында Құрманғазы ауданы, мен өзім білесіз, Абат аға білмейсіз мүмкін, Құрманғазы ауданына келгеніме осы қарашада 1 жыл ғана болды. Осыған дейін 6 жыл, 7 жыл қалада өмір сүргем. Оған дейін бір ауыл десе, негізі туған, кіндік-қан тамған жер ғой, бір ат-тонымды ала қашып ауылға бір көп келе бергім келмейді деді. Сөйтіп ауылға келдім, бірақ маған қазір енді мен ауылға келгім келмейтін басында. Енді ауылдан кеткім келмейді. Жұмысым, жүріп тұруым бәрі ыңғайлы да, өмір сүру жалпы өте ыңғайлы. Қыздармен я тағы бір жігіттермен таныса қалсаң, жалпы жігіттердің өзімен таныссаң да, Уәлібек айтады ғой, Шаншар театрындағы, қай жақтансың деген кезде, Шымкенттен деген кезде, айбай дейді ғой. Сол сияқты ғой, Атырауға барып, қай жақтансың деген кезде, жігіттердің өзіне де, Ганшкіндікімін десең, бір сенен кішкене бір 2 метр, 3 метр әрі жүруге тырысады. Қыздар мүлдем таныспайды. Сонда бір Ганшкіннің бір сондай бір аты, бұрынғы тентек аты қалып қойғаны ма? Сонда қазір біз өзіміздің ауданды осындай бағдарламалармен өзімізді бір үлгі тұтарлық нәрселермен қалай таныта аламыз алдағы уақытта? Мен жаңа айтып өтейін, жаңа Оралда оқып жүрген кезім, Алтынбек, соған студентпіз ғой, енді ақша кейде болады, кейде болмайды. Ол кезде Оралдан Атырауға қызыл икарус жүретін еді. 13 сағатта жүреді, қазіргідей жол жоқ. Соған өзі телефон жоқ, аға бары мынау көтейінші дейміз. Билет алмайсың, Жолшойға Ысқайдың қасына остановка келіп тоқтайды, сол жерден көтеміз. Жолшой кәдір сөйлесесің, сұрайсың. Өзі мысалы үшін айтқанда, біздер Оралдан Атырауға шейін 40 күнге шейін дайын едік. Автобуста келу үшін, Атырауға келу үшін, ол кезде қазір ғой, енді машина таңдайсың, такси таңдап жүргендер. Қазір бәрі бар ғой, шүкір. Біздер соған водительдің қасында тұрасың, қай жақтансың? Ол кезде енді Ганшкин болды, Ганшкин немін дегенде, қандықсың ғой, сен өтірік айтып боларсың дейді маған. Сонда сол кезде мен оған дейін мен қандық деген сөзді естіген жоқпын. Мен өзі 2-ші курс оқып жүрген кезім. Сосын үйде келіп сұраймын ғой, қандық деген қалай, не деп. Бізден Манаштан бастап бері қарай сендер қандықсыңдар деп жаңағыдай көбі сондай айтады деп айтады. Ол енді екінші мен байқағаным, біздің ауданға 2009 жылы газ келді бастап. Облыстың басқа аудандарында енді атын айтпай ақ қояйын, газ бұрыннан бар. 1986 жылдан бері газ бар жерлер бар біздің облыста. Сол жерде мен байқағаным, мен енді ол кезде студент болдырдық қой енді. Бізде газ келгенде біздер бірден жаңа агваны қойып, жаңа паровой отопление тартып, бәрін солай істеді бізде ауданда. Андай пешке жаңағыдай өгіп қойған, мысалы, бірең сараң болды халықта. Облыстың кейбір аудандарында, мысалы, бізде ол байқағаным Құрманғазыда жаңағыдай цивилизацияның ерте келетін. Мысалы, біздер Россияға жақынбыз. Біздер кішкене сосын облыстың басқа аудандарына қарағанда кішкене орыс көп болды, орысша сөйлейтін мектептер болды, жаңағы балалардың көп орысша сөйлейтін болды.
біздің өзіміздің де арамызда жолдастарымыз бар, сол мына орысша сөйлейтін, мысалы облыста басқа аудандардан ондай көп орысша сөйлейтін бірең саран ғана аудандар. Сол мына біздің жаңағы Құрманғазыға жаңағыдай цивилизацияның ерте келетіні, сол осы күндері ойлаймын, сол қандық деп соған айтатын болар деп. Біздің енді әжеміз болды, әжеміз де кезінде сол Астраханьға барып жаңағыдай қамыс апарып сауда жасап келіп жүрдік деп айтатын еді баяғыда кезінде. Құрманғазыға негізі басқа аудан, облыстың басқа аудандарына қарағанда кішкене цивилизация бар. Содан кейін біздер енді атырау тұрғанда ауылға келеміз. Ауыл енді жолдастың дүкендерге тамақ толтырып алып шығады. Мен қалада да бар емес. Мұнда бірталай арзан деп. Ол әлі шейін Атырауға қарағанда бізде тамақ арзан. Бізге Ресей жақын болғандықтан деп ойлаймын. Қай тамақты алса да біздің қалаға қарағанда тамақтар арзан біздің ауданда. Иә, рас. Көп жерде болды. Мына жаңа Алтынбектің сөзінен туып отқан сұрақ қой. Жалпы айтып отыр ғой. Ауыл десе аттон далаға шатынның бірі мен болдым деді да. Шыны керек, ондай жастар көп оқып бітіреді. Ауылға келші істесең, ауылда не бар? Иә, сол сұрақта бар. Жалпы қазір мен ойланам да, жаңағы айтқан әңгімемізге қайтып келеміз. Ауыл не, қала не, екеуі бірдей болып қалды. Информация екі жаққа да бірдей. Кәсіп ашам, бизнеспен айналсам десең, ауданда да неше түрлі бизнестермен айналысу. Қазір дамып кетті аудан. Аудан дейтін қаланың деңгейіне жетіп қалды. Дәл сондай оймен әлі өмір сүріп жатқан жастарымыз өте көп. Ауылға келмеймін, ауылда ештеңе жоқ дейтін. Дәл осындай жастарға айтар ойыңыз? Мен әрбір жасқа кездескенде де мен айтып жүремін. Жұмыс жасайын деген адамға жұмыс ауданда бар. Енді мен айттым, оқу отырып келген кездері бізде жұмыс болған жоқ. Біздер жазда тас соқтық, ол кезде 40 теңгеден саттық. Қамыс шауып келіп, қыста осындай уақытта қамыс шауып бастаймыз, мұз атқанда плита байлап, жаңағы қорамыз салдық. Енді ол кезде сатқан жоқпыз да, ол кезде тас соғып, жаңағы сарай саласын, жаңағы плита байлап қора саласын. Мысалы, соны кәсіп еткен кезінде адамдар болды солай, мысалы. Сіздердің ағаларыңыз оны білетін болар. Бірақ қазір ауданда қандай бизнестер болса да, біздің ауданның халқы сол бизнеске, сол ашылған бизнесті көтермелеуге әрқашан дайын деп ойлаймын. Енді өздеріңіз көріп жүрген барсыздар, мен де көп байқаймын. Мына жерде мысалы кофейня ашылып мысалы. Өте тамаша. Қаладан қай жерге? Алдында жаңағы гирляндысы бар, жаңағы жарығын қойған. Кешке қарай жүргенде мен аларлаймын, мысалы кофейнядан аты бар, кейде өзімде күліп қоямын. Ауылда бізде бизнес болса бәрі баратын болып тұрады. Мысалы кофені кешке қарай ішіп отырады, мысалы. Ішінде қандай бар екен білмеймін, кіріп көрген жоқпын да. Бірақ кофейня деп сыртында жазылып тұр, мысалы. Халық көп барады. Шүкір. Ол да жас жігіттер ашты деп естіп отырмын, жас жігіттер ашты осылай келіп деп. Онда қандай бизнесті ауданда ашса да, ол мен енді жастар келіп, мен бизнес қазір енді үкімет мысалы бизнесті қолдауға неше түрлі бағдарламалар бар. Ол жаңағыдай субсидиясы бар, гранты бар. Сондайларды толып өткенде мен айтсам, мысалы осы Нұржауда бір жас отбасы мысалы дүкен ашты мысалы. Грант облыстан барды да, гранты толып, жаңағыдай 5 миллионға шейін ба, 3 миллионға алды, қазір есімде жоқ, ұмытып қалып отырмын. Сол дүкенін ашып отыр. Сосын қиғашта жаңағыдай шаштар жасты. Енді былтыр мысалы Бөкейханда жаңағыдай сұлулық салонын ашты. Мысалы сұлулық салоны дегенде ана жерде мысалы ауылда тұратындар біреулер ойлауы мүмкін, ауылда кім барады деп. Барады мысалы сұлулық салон. Енді барбершоп деп мысалы мен қалаларда жүрдік, көріп, біздің ауданда да бар барбершоп мысалы. Бәрі бар біздің ауданда. Мен келген әзірде енді бардым, енді мен былай кішкім танымайды ғой. Жоқ, аға записпен келесіз. Жақсы дедім, шығып кеттім мысалы. Ауылда запис бар көрдің ба? Мен записпен жазылыңыз, сосын келесіз. Жақсы, сосын өзім ойлаймын. Сол оған егерде кісі көп келіпсе ол яғни қия беру керек қой. Значит, записпен деген ол сұраныс бар ол. Сұраныс бар. Өзінің ол бизнесін уже бағалап тұр мысалы. Мен аға осы сөзіңізді бірден кешірім сұраймын. Түсінгенім, осы ақыл тісім шығып, ақылым кіргелі түсінгенім, мен біз өз жас болдық. Арасында бұзықтықтар жасап жүреміз ғой. Бірақ түсінгенімді айтайын сізге. Мысалға қалада мен осы мәдениет үйінде жұмыс жасаймын. Қаланың мәдениет үйлеріне, мысалға филармонияға барып жұмыс жасауыма болады. Сол барып жұмыс жасағанда осы жердегі жұмысым тап сол қаладағы жұмысым. Қалада жұмыс жаса не, ауылда жұмыс жаса не. Енді түсінгенім қалада шығын көп. Расход көп та. Ауданда пәтер ақың бар, жүріп тұру таксиің бар деген сияқты. Ауданда шығын көп емес.
және өзіңнің үйіңде ата анаңның қасында дайын асқа әдемі болып қалада қалтаңда 50 теңгең болмай қалса, өмір сүру. базардың қақ ортасында 50 теңгең болмай қалып, Иә, қажеттігіңе бара алмайсың ғой. қажеттілігің болып қалған кезде вот сонда көресің да. Жалпы мен жаңағы әңгімеге қайтып келетін болсақ та, жаңа ауылға жастарды шақыруымыз керек, кәсіппен айналысатын болсаң түрі бар. Иә, Қаладағы бар нәрсе ауылда жоқ қой, мысалы. Сол нәрселерді алып келуге болады ғой, мысалы жастарға деймін да. Мынандай бір мысал оқыдым өткенде. Аяқ киім шығаратын заводтың маркетологтары Африкаға барады екен. Бір маркетолог зерттейді ғой енді, Африканы қарайды. Сөйтсе бәрі жалаң аяқ жүр. Ешкім аяқ киім кимейді. Сөйтіп өзінің компаниясына телефон соғады ғой. Мына жақта ешкім аяқ киім кимейді екен. Керек емес дейді да. Екінші компанияның маркетологы барып тұр да, көреді, бәрі жалаң аяқ жүр. Өзінің компаниясына телефон соғады. Мына жақта бәрі жалаң аяқ жүр. Мына жаққа аяқ киім керек дейді. Хотя екеуі бір нәрсені көріп тұр. Біреу одан выход көріп тұр, біреу артқа кетіп тұр да. Тура сол сияқты ауылға да сондай көзқараспен қарау керек шығар деп ойлаймын. Негізі в целом Жоқ дей бермей, вариант тапсаң, ауылда өте көп. қазір былай ғой, мына ауылда жұмыс жоқ деп бәрі қалаға барады. оған мысалы жастарда қалада ешкім күтіп отырған жоқ. Иә, сол ғой. Ешкім пәтер жалдайды, ауылда бір малын сойып тасырып кеткен ақшаны кетеді де, ол или алаяққа, я болмаса тағы қылмысқа бірдеңе барып орнатты, ақыр соңы кейбір жастарды мысалы жақсылыққа апармайды. Иә, ол рас, ол рас. Одан да мен атырауда жүрген кезде, жұмыс жасап жүргенде мен байқадым, біздер енді бақылау қадағалау саласында жұмыс жасадық қой. Дина базарында шалбар сататын жігіттер, Жамбыл, Шымкент, Алматы жақтың жігіттері болды. Иә. Дина базарында. Мен айтам, осындай жігіттер болды, мен айтам, қарашы деймін. Ол Алматыдан келіп, или Тараздан келіп, Атырауға шалбар сатып жүр. Олар квартира жалдап жүр мысалы. Квартира жалдағанның өзі олар. Мен айтам, осындай біздің местный жігіттер неге бармайды мысалы. А бізде жастардікі бірден 300-400 мың зарплат керек. Одан басқа, я болмаса кресло керек, отырып жұмыс жасайтын. Көп біздің Атырау, енді айтпаймын, бәрінде ішінде бар жастар. Кейбіреулер бар, мысалы, мен кеше ТикТокта мына Саматты көрдім. Гүлдария дейтін дүкен ашқан, ТикТокқа салыпты. Бала кезін шеміш сатып. Мысалы, Самат, екеуміз бір ауылдамыз, мен көз алдымда өшті ол Самат. Ол кішкентай кезінде қалай болған, қандай жүрген, мен бәрін білемін. Бақылау қадағалау саласында жүргенде де мен бір-екі рет онымен кездестім. Мен оны ойладым, жаңағыдай біреудің жүргізуші болып жаталып қатқан болар деп. Мен жігіттер ұрмаңдар, қарапайым бала кеткен. Бір рет кешірім беріп жіберіңдер деп. Кеше мен ТикТокта мен комментарий бердім маған мысалы үшін. Ол мен вот сондай балалар, мысалы, қандайдан көтерілген балалар олар. Кеше Гүлдария шеміш сатып тұрған, жаңағы 97-ші жылы деп салып қойған. Содан кейін 2024 жылы деп салып қойғандарын көрдім. Мысалы, ол ауылдың балаларына жұмыс жасайын десе кәсіп бар. Иә, одан да жүріп көтерілуге болады. Қалаға барып, бұл қаңғып, анда-мында пәтер жалдап, бұл бірдеңе ұрынады, или бірдеңені ұрлайды, я болмаса бір алаяққа жолығады, кредит алады да, сосын қайтып ауылға келеді. Осы сол кредитін алып, ауылдан бизнес ашып кетсе, ол жеңілірек болар ма? Жеңілірек, нұр үстіне нұр болады, өзінің кәсібін бастайды, өзі ауылда жүреді. Өзің туған жер. Ауылда негізі вообще шығын аз ғой шынымен. Мысалға, мен өзім басшым, жалғас ағам, маған жұмыс уақытында телефон соғуы мүмкін да. Так, Алтынбек, Сафан ауылында қазір обедтен шара болады, сол шараны сен жүргізесің. Соған бара ғой десе, мен таксидің де құны өте сондай тиімді халыққа. 500 теңгемен таксимен мінемін де, таксопаркке барып, Сафанға барамын. Енді мысалы кеше қалаға бардым, жарысқа, сайысқа бардым аға. Сайысқа Жігіт Сұлтанова бірінші орын алып келдім. Құтты болсын. Рахмет. Сонда барып, мәдениет қызметкерлерін қарап отырмын, сондағы жүрген ол қыздар біз сияқты кәдімгі жұмыс жасайтын сонда мәдениет үйінде жігіттер қыздар. Бірақ ана Еркін қала деген сырт жақ бар ғой, сол этнопаркінде болды. Енді көлігі барлар көлігімен кетті де, қайтарда көлігі жоқтар оқшауға бару керек қой. Соң қайтар кезде бәрі такси ұстап тұр да, соң таксилерін қызық көріп сұраймын ғой, қанша теңге десем, 2500-3000 теңгеге қабылдамай отыр ғой. Мысалы сонда қалада жүріп, бір мекемеден бір жерге мынаған бар десе, ол уже таксидің өзі бір үлкен шығындап қояды екен. Дұрыс, келсем. Ауылда жұмыс бар, сондықтан жастар келіңіздер ауылға. Жастар ауылға келіңіздер, ауылдан қашпаңыздар. Даже мына қазір біз подкастты ауылдан да түсіріп отырмыз ғой. Бұрын дейтін Алматыға кетсеңдерші, Астанаға кетсеңдерші дейді. Қазір заман сондай дамыған, ақпарат барлығымызға бірдей ортақ. Өзің жақсы көретін ісіңмен
өзіңе жаныңа жақын жерде айналыса беруге болатын мүмкіншіліктеміз қазір. Ауыл мен қала қазір бірдей. Бірдей. Ойбай Қазақстан әлем бірдеңе шірдеңе деп негатив айтамыз ғой, бірақ жақсы көзқараспен қарасаң, Өзің айтпайды, бірақ айтатын адамдар түсінбеймін. біздің неміз ұлтымыз, қазақ елі жақсы дамып келе Бәрі жатыр. шүкір, Аллаға шүкір. Дәл осы қарқыннан тоқтамасақ, Аллаға шүкір, біз дейтін анау мынау елдердің алдына шығып кететін жағдайымыз бар. Мен комментарий туралы айтып кетейінші, бір ауыз сөз да. Көп сөйлеп қалған жоқпын, біріншімен де жігіттер. Сөз беріп қойшы, сізге Аманжан аға айтатыныңыз бар ма? Басер. Мысалы, комментарий туралы да, пікір туралы. Міне пікірлерді қарап отырасың, енді TikTokта отырамыз, әлеуметтік желіде, Инстаграмда отырамыз. Комментарийге кірген кезде бәрі емес, бірақ бір 30-40% халық бір нәрсеге наразы әрі көңіл толмайды. Мен сонда ойлаймын, олар сонда артқа қарай кішкене көзімізді жүгіртетін болсақ, өзіміз ғана 91-ші жыл ғана тәуелсіздігімізді алған жас мемлекетпіз. Осындай аз уақыттың ішінде осындай дәрежеге жетіп отыруымыз бұл үлкен жетістік сияқты менің ойымша. Мен сол нәрсені жетік түсінемін, білемін. Түсінесіздер ме? Бізде мысалы көп елдерде, мысалы ютубта анау білесіздер ме, сіз екеуіңіз білесіздер точно. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, бұл пазл каналы дейтін бар ғой, білесіздер ме? Сонда бір әр елдің ерекшелігі туралы айтады. Сонда енді айта берсем бола ма елдерді? Енді келін деген сериал түсіретін ел деп айтайыншы. Тағы басқа бір сериалдар түсіретін елдерге қарап, олар баяғыда алған негізі тәуелсіздіктерін. Әлі күнге дейін бір жастарына, жалпы халқына бір әлі көңілдері дұрыс бөлінбегенде. Алтынбек ол былай ғой, мен айтайын, енді комментарий көп береді ғой, мен де кейде оқимын комментарийларды. Наразы бір нәрсеге. Неге? Адам өзінің шаңырағында өзінің балаларын тәрбиелей алмай жатыр, мысалы. Басшыларға, жаңағыдай президенттерге, жаңағыдай сын пікір айтады. Мысалы, ол бірінші өзі сондай лауазымға жетіп, сондай жұмыс атқарса, мысалы, бірінші ол өзінің жанұясында 3 баласы болсын, 5 баласы болсын, сөз өтпей отырып, жаңағыдай айтады, диванный критик, мысалы. Алады да комментарий береді. Жаңағыдай, анау бүйтпейді, мынау сөйтпейді дейді. Мысалы үшін айтқанда, ол бірінші өзінің ондай комментарий беру үшін, мысалы, өзінің бала шағасын тәрбиелеп алсын, мысалы үшін айтқанда. Содан кейін комментарийін берсін. Я болмаса айтады, ол ұстаздан шәкірт озған дейді, мысалы. Баласы өзінен қосса, кейбір кісілер бар, мен енді комментарий береді, ар жағында өзі қандай екенін білетін адамдар бар. Мысалға, аға, бізде диванный критиктер көп. Бірақ орыстарда сөз бар ғой, критикуешь, предлагаешь, делай, отвечай деген. Бізде өзі біреуден бір штук темекі сұрап тартып отыр, былай қарасаң. Бірақ біреуге сын айтып, біздер жалпы негізі біреуге өзімізге адвокатпыз, біреуге заң шығаратын прокурорымыз ғой кәдімгідей да. Өзіңе келген кезде оны ақтап алуға тырысасың, бірақ біреуге келген кезде неге бүйтпейсің, неге сөйтпейсің деп айтуға біз дайын тұрамыз всегда. Майталманбыз ондайға. Ондай жағынан біз жібермейміз. Кейде ондайлар болған жақсы сияқты. Негізі болғанда да бар ғой. Білмеймін. Жаңағы ғой, сапасы да болған жақсы сияқты, айтқанда да орынды бір нәрсе айтса, келісуге болады, талқылауға болады деген сияқты да. Бірақ бет алды қыла айтудың бағыты осы екен деп. Бет алды қылалардың да ішінде, Рәке, сізге айтайын ба? Кейбір адамдар бар, соларға қарап, кейбір әлі күнге дейін қазақтың, жалпы Қазақстанның кейбірі деп айтайыншы, әлі күнге дейін комментарийге қарап бір андай санасы әлі өсе қоймағандығын байқайсыз. Жазған кезде комментариясын оқыған кезде біз үшеуміз жүріп, мысалға, не істей аламыз соларға. Ол енді қолымыздан келетін нәрсе, ол алдымызда кетіп қалған уақытты біз өзгерте алмайтын шығармыз. Біздің қолымыздан келетін, жаңа Абатаға айтқанымыздай, өзіміздің ұрпағымызға дұрыс тәрбие беріп, өзімізді дұрыс тәрбиелесек, әркім өзінің үйінен бастаса, сонда қоғам дұрысталатын шығар. Шауып барып, біреуді барып біз дұрыстай алмаймыз. Үйден баста дейсіз ғой. Өзің үйіңнен, ұрпағыңнан баста. Аманжан, бүгін бастаймыз онда бұйырса. Келесі жылы сайлау деп отыр ғой да, келесі жылы. Вот сол әңгіме, дұрыс әңгіме. Сайлау бойынша қазір жарлықта, ол сайлау, мысалы, мен орынды босатқаннан кейін, менің орнына келетін адам сайлаумен келеді. Мен кезінде тағайындалып келдім, мысалы, ол мен қазір, мысалы, жұмысты аудан әкімінің лауазымын босатсам, менің орныма келетін кісі ғана сайлаумен келеді. Пока одан бөлек сайлау пока әзірге. Бола беріңіз. Сайлау қайтып түсетін
қайтып сіз түсіңіз шабата. Сайлау әзірге мына өткенде жарлыққа байланысты мына президент айтты, мысалы қазіргі деңгейде жүрген әкімдер жүреді, ол мен орнын босатқаннан кейін ғана келетін адам сайлаумен келіп келеді. Жоқ, сіз өзіңіз кері түсе аласыз мысалы, да? Иә, ол әр лауазымның өзінің уақыты бар ғой. Мен енді аудан әкімі 4 жыл. Сіз 23-те келдіңіз. Иә. Ол енді мен жұмысым жасағанымша жасаймын ғой, ол халық үшін жұмыс жасаймыз. Мен енді осы жерде әкім боламын, отыра беремін, не деген менде мақсат жоқ. Ол жұмысты ары қарай жалғастырамыз. Ол енді қай қазақта айтады ғой, тақ пен табыттың иесі жоқ деп. Ол қай лауазымды тапсыратын кез келеді. Ол уақытта сол мына халықтың алдында мен өзім орынбасарларыма да, іштегі жігіттерге де көбін айтатын, бәріміз осы ауылдың адамымыз, халықты қай уақытта да халықтың көзіне тіке қарап, абыроймен тапсырғанды қалаймыз. Иә, егер қайтып түсем деп атсаңыз, үгіт насихат жұмыстарын жасауға өзім шығам. Мен де шығай деп отыр. Иә, ауылдарды аралап, жүрем өзім до конца. Бір тиын ақша сұрамаймын, ешкімнен, өзім қалтамнан салып, Аманжанның десяткасын шығарамыз. Жүрем. Рахмет. Енді аға мынау формалистікке қарағанда кішкене еркін бағдарлама болса кішкене. Болады ғой. Біршама не? Жоқ, мен шын айтып отырмын, мұны айтып отқан жоқ. Кете, онда мен де барам сендермен. Орын бар ма? Жоқ, мен алтысыденкі жоқ. Шынында да күшті әңгіме айтылып отқан жоқ па? Өзіміз білетін. Керемет бүгін өше әңгіме деген. Өше кесетін әңгіме жоқ сияқты жігіттер. Бәрін баса береді сияқты. Шынымен де емес па? Мен көп сөйлемей ақ қояйын, менде андайлар шығып кетеді. Керемет әңгіме болып жатыр, әңгіме дүкен болып жатыр. Енді мен енді үш ұйықтасам да түсіме көрмепті десем, қазір бір андай кіріп кеткен сияқты боламын. Қатты бір жалпақтаған сияқты боламын. Бірақ шынымен де мен өзім осындай дұрыс па айтып отқаным? Ойлама. Шынымен де ғой, негізі вообще құрметті көрермендер, сіздер білесіздер ме, біздер осы ағаларымызбен және де біздің 46 продакшн командасымен бастаған кезде мынандай ой келді аға. Мысалға Алматыда дәл осы бағдарламаны түсіріп жатыр. Оны түсіріп жатқан біз сияқты үшеуміз сияқты жігіт. Неге біз осы ауданда түсірмеске деген сияқты ой келді сондай да. Бүгін осындай керемет отырыста отырғаныма шын жүректен қуаныштымын. Енді біздің мынау подкастымыздың форматынан арыға кетіп қалмайық. Енді біздің подкастқа келген Абат аға білесіз, әрбір көрермен өзінің қызық ойға айтып кетеді. Міндетті түрде. Келген қонақ. Келген қонақ міндетті түрде қатты бір қызық оқиға болса, өзіңізден. Қызық оқиға. Атырауда жүрген кезде мен енді 2011-де Атырауға бардым. Енді өзі қызметтік автокөлік болып, біз Атырау жүргенде көп маршрутқа мінген жоқпыз. Соған бір күні қызметтік автокөлігім тұрып қалды да, үйге келетін болдым. 2018 жылдар ма екен, есімде жоқ. Нұрсая Газель жүреді. 16-17 жылдың бер жағында. Газельге отырып алдым. Мен бұрындайда маршрутқа мінгенде кейде түсіп қатқанда проезд төлейміз ғой. Отырып алдым. Проезд төлемейсің ба деді. Отыр. Мен әлі фотом бар сонда түскен. Кім деді? Сен төлемейсің ба? Қазір өзі проездің қанша екенін білмейді. Жолдас сондай проезд қанша деп сол жерде төлегенім бар. Мен енді автобуста жүргенде түсіп қатқанда төлеп солай жүрдік қой ол кезде бұрыннан. Өзі енді оң алдында жекеменшік көліктерім болды. Қызметтік көлікпен жүріп қалғансың. Жекеменшік көлігім болды, қызметтік көлік болды. Олай көп автобусқа мінген жоқпыз. Бәріміз де ауылдан барғанын біле бермейсің ғой бағаларын. 50-80 теңге деп ойлап жүр екен, әлі ондай емес екен ғой, да? Жоқ, қазір көтерілді ғой бағасы. Қанша болды? 150 теңге болды. 160 теңге ғой. 160 болды. 160 теңге. Бір карточкамен төлесең 80 теңге ала ма, сондай бар. Өткенде мініп көргем. Бәрі қарайды маған, пальтомен кіріп барғам. Айтып бергізші өзі. Мақтанып кететінім бар, адайлар. Жалпы жаңада айтып жатырмыз, сіз өзіңіз ауыл шаруашылық саласында басшылық қызмет атқардыңыз. Бұдан кейін енді қазір аудан әкіміз. Жалпы менің айтайын дегенім мынау ғой. Мен өзім бір орында тұрып жасайтын жұмыстар жасай алмайды екенмін. Мен де. Мысалы күнделікті дүкенде тұру жұмысы болатын болса,
мен дәл соның ішінде 24 сағат Семейге отырып кетесің. жұмыс жасай алмаймын. Семейге кетесің ішіне. Оның ішінде мен жарыламын уже. Иә. Қойын деген сұрағым мынау ғой. Бір орында отырып қызмет атқарған жақсы ма, әлде шығып, кіріп, айналып жүргеннің айырмашылығы бар ма? Осындай нәрсе мен кейде өзімде ойланам. Негізгі халықпен тығыз айналыста жүрген жұмыс жақсы ғой. Мен енді ауыл шаруашылығы саласында жүргенде мен бақылау қадағалау саласында жаңағы Атырау облысы ауыл шаруашылығы министрлігі агроөнеркәсіп кешеніндегі мемлекеттік инспекция комитеті деген бар министрліктің. Сонымен Атырау облысы аумақтық инспекциясында жұмыс жасадым. Ол жерде енді бақылау қадағалау саласы, ол жерде неше түрлі кәсіпкермен жаңағыдай мамандар, инспекторлар кейде жаңағыдай тиісті құжаттары болмайды, жаңағы әкелген өнімдердің сол кезде жаңағыдай әкімшілік хаттама толтырады, сол кезде кейде келіспеушіліктер болады кәсіпкерлердің арасында. Соларда барасын жаңағыдай неше түрлі. Мен өзім халықпен жүріп жұмыс жасағанды жақсы көремін өзім. Сол жерде біздер жаңағы инспекцияда өсімдіктер карантин және өсімдіктер қорғау саласы деген болды. Енді өсімдіктер карантин саласында көбінде жаңағыдай сол кәсіпкерлермен жұмыс болды. Жаңағы инспекторлармен келіспей қалатын кездер болады. Соларға барасын жаңағы сауда объектілерінің жаңағы иелерімен келіспей қалады. Енді өсімдіктер қорғау саласында ол енді жаңағыдай ауыл шаруашылығы зиянкестерін зерттеу бағытында болады. Жаңағыдай қарайды, зерттейтін мекеме бар, соны анықтайды, жаңағыдай қадағалайтын мекеме. Ол бойынша енді айтып өтейін, шегірткені білесіздер ғой, мысалы шегірткені келіп улағанда біз жаңағы өсімдіктер қорғау саласы бойынша сол шегірткені уланды ма, уланған жоқ па, сол бағытты тексереді. Біздер мысалы облыста жүргенде мен аудандарға көбінде шығып жүрдім. Ауданның облыстың барлық ауданында болып қарап, жаңағыдай улау жұмыстары қалай жүріп жатыр, қандай бағытта. Мысалы бізде мына Құрманғазыда өздеріңіз байқайтын болсаңыз, дельталет дейтін келіп улайтын теңіздің қамыстарды, мысалы балшық жерлерді. Солардың қандай ұшады, көбінде мен өзім осы халықпен жүріп жұмыс жасаған жақсы көремін. Енді отырып жұмыс жасаған, мен енді ондай болатын болса, ондайға да көнетін болармыз. Енді біздер енді мемлекеттік қызметкеріміз ғой, 24 жыл жұмыс жасап жатырмыз. Енді бағана қызық деп айтып жатсыздар ғой, мен жаңа осы 24 жыл дегенде ойыма түсіп жатыр. Мына Атырауда жұмыс жасап жүріп, 7 жыл инспекцияның басшысы болғаннан кейін, маған бір 2017 жылы жаңағы мемлекеттік қызметте жаңағыдай бір жерде басшы болғаннан кейін ротация деген болады. 2017 жылы маған ротация берді Маңғыстау облысына. Сосын жаңағыдай 2016 жылы менің анам жаман ауырып қалыпты. Сосын қалаға қолым алып, бірден болса қалада ғой деп, сосын қалаға өзім қолымда болды да, дәрігерлерге көрсетіп жүрдік те, сосын ротацияны жаңағы мемлекеттік қызмет туралы заңда жаңағыдай бірінші рет жаңағыдай бас тартуға болады. Жаңағы қолында ежемен анаң біреу болатын болса. Сосын екінші келгенде, енді қазір анам жақсы, аман-есен жазылды. Қазір күтіп ортамыз жүр. Осы күні кеше әкеміз екеуміз тоғырған алтын тойы болды, 50 жыл. Соған 2021 жылы енді екінші ротация келетін уақыт. Білемін енді. Үйге ауылға келеміз. Енді ата-ана енді баланы көп алысқа жібергенін қаламайды ғой енді. Папа, мен енді Өскеменде ана басшы зейнеткерлікке шығып жатыр екен, мен енді Өскеменге жіберетін болар деп жүрдім. Енді бәрі кететін белгілі, бірақ қай жерге баратынымды білмеймін. Бірақ үйдегілерді кішкене дайындап, настройка жасап, осылай кетейін деп жүр, осылай ауысады екен ғой деп, кішкене іштей өздері дайындалсын дейміз ғой. Әрине. Сосын әкем айтып жүр, енді Өскеменді қалай барамыз? Астанаға пойызбен барады, одан түсіп тағы пойыз бар, немесе автобусқа мінеді, солай баруға болады, солай деп жүріп, соған кішкене ренжіп жүрді әкем. Сонда сөйтіп кете бересіңдер ма не деп. Сосын бір күн келгенде айттым, енді ертең бір күн болып кетеміз осы от демалыс. Сен енді мемлекеттің әскерісіңдер ғой, қайда жүрсеңдер де аман жүріңдер, әйтеуір аман жүріңдер деп жүрді. Соған Астанаға түсті ғой ротация. Қуанып, әкешім, біздер Астанаға әйтеуір бір пойызбен баратын болдық қой, жақсы болды ғой, Өскемен емес қой деп. Мына жер бірден Астанаға баратын болса, олар да мысалы іштей қабылдай алмай қалуы мүмкін. Енді кішкене сондай да жағдайлар болған өзімнің ата-анама. Су ішіп отырыңыз, Ауат аға. Еркін формат, Ганшикинге шөлдеп білсең су бермейді деген де әңгіме бар. Енді ол әңгімені енді біз өзіміз қазір кофе береміз қазір. Қазір су демейді, кофе деп шығады. Кофесіне дейін беріп
біздің жалпы Құрманғазы өңірі дейтін өте қонақжай өңір ғой. Иә. мысалы алдында мен бір шарада стрим қосып қойдым да мен тиктогыма. Мен қарап отыр да бүйтіп мынау қандай қай қала или қай ауыл дейді, қай аудан ба бұны осы Құрманғазы аудан, осындай аудан ба, осындай дәрежедесіңдер ма деп тұр ғой. Мысалға деймін да, Құрманғазы аудан біреулер жазып жатыр, мына шараға мен, мына концертке мен бармағанымды айтты. Біздің ауданның шаралардың дәрежесін білмейді. Иә. Ана жерден қосып қойып отырдым. Енді біраз әңгіме өрбіттік, жақсы сұрақтардың жауабын алдық. Бағдарламамыздың аты құр подкаст болғанымен бағыты құр болмасын деп осындай елге еңбегі сіңген азаматтарды осы жерге шақыратынбыз. Жалпы біз өзіміз позитив бағытын таңдадық. Онсыз да проблема соғып жүрген халыққа анан айтпай, көңілдерін бір көтерейік деген бағытпен осы бағытты таңдадық аға. Сондықтан осы бағдарламаға уақытыңызды бөліп келгеніңізге үлкен рахмет. Енді осы жалпы Құрманғазы өңіріне, аудан тұрғындарына жалпы өзіңіздің ойыңыз, айтарыңыз болса, әдемілеп жеткізсеңіз, сонымен түйіндейік. Жарайды. Біздер енді ең бастысы тілейтініміз елдің тыныштығы, жұрттың амандығы ғой. Содан кейін біздің Құрманғазының халқының тыныштығы. Енді ең бар енді осы енді құр подкаст, Құрманғазы подкаст сіздерге көп рахмет. Ол өздеріңізді, ауданды, әлеуметтік желіде танысып жатсыздар. Ол біздің ауданның жаңағыдай сіздер сияқты жігіттердің сана сезімінің беделін арттырып жатсыздар. Еңбектерің жемісті табысты болсын. Рахмет. Халқымыз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Осы енді қысқа келейін деп жатырық қой, енді біз енді ауыл шаруашылығы. Біз ауданбыз, алдымызда мал шаруашылығымен отқан адамдар бар. Соның алдында бағалар азар мен қыстан аман шықсын. Осы халқымыз қыстан аман есен шығып, наурызға аман есен жетейік. Көп рахмет сіздерге. Баршамызда осы ауданымыздың үлкендері аман болып, жұрт аман, ел тыныш болсын. Әмин. Рахмет сіздерге. Рахмет.